Сол тек ішіне айтасың. Түсіріп болдың ба? Жоқ. Сосын айтам. Жоқ. Не ғой? Влог на той влог қой, типа, чтобы все как есть түсіру үшін. Жасқа не керек? Кім айтты сен? Понятияң не екен? Слишком идеалистичный екен. Жоқ, то есть менің дефинишнымда солай, и мен солай істеймін. Окей? Қабыла? Менің өмірім өзім білемін, жаңағыдай қатты етіп қалама. Жалпы вообще мындай влог форматта адамдар неге түсіреді видеоны? Өйткені мысалға сенде бір әңгіме болады да, бірақ қасындағы адамның уақытын и вниманиясын алғың келмейді. Ол әңгіменің сол үшін келесің да, осылай өзіңді видеоға түсіресің. Это видеоблог. You know what I'm saying? Бүгін 21 апрель. Не болды? Андай first graduation offline meeting болды, короче. Содан шығып келе жатырық. Мына жақта тегіш бар еще. Отель туралы сұрайын дегенбіз, короче. Айтып алсын. Тек номерін берді, короче, бір апайдың. Сәуле дей ма? Да? Самал дей ма? Сол бүгін так оразаның 19-шы күні еще. Сол қазір универде жүрік. Потом ауызшарға барамыз. Мен шашым кайф болып тұрды, по идее. Сол үшін жұмыс шықтым, по идее, не алайын деген ғой, бір баладан GoPro алайын деген ғой, короче. Сонымен түсірейін деп ойлағам, короче, бәрінше. И түсіре алмай қалдым. Ну, ладно, соткаға да жарайды, короче. Басына? Сол тек ішіне айтасың. Түсіріп болдың ба? Жоқ. Сосын айтам. Жоқ. Не ғой? Влог на той влог қой, типа, чтобы все как есть түсіру үшін. Жасқа не керек? Кім айтты сен? Понятияң не екен? Слишком идеалистичный екен. Жоқ, то есть менің дефинишнымда солай, и мен солай істеймін. Окей? Қабыла? Менің өмірім өзім білемін, жаңағыдай қатты етіп қалама. Бүгін бейбіттің руындамыз. Жинап қой береді ғой деп олар сияқты. Короче, мынандай камера ауыспайды, типа, өші мынандай 2 адамдық жататын жер. Мына жақта жоқ, күшті бейбіт не жазып отыр, мына жақта дипломка жазып отыр. Жазып отыр дегенде оқып отыр. Бүгін тапсырам диплом күнде мен елек еттік будильник болады, мен дипломканы алып кетпеш үшін. Сол. Ютубта жаңа звезда болып тұрады. Бұйырса. Кеспейсің қандай ештем жерден. Андай кішкене жауап жасаса деймін болсын. Іздеп қалсам жаңағы. Түсіре алмаймын ше. Мен фотоға түсіп алыңдар, мен ертең күндердің қасында жүрем ғой. Бұйырса, Марғұлан Сейсенбай, Бүгін 22 апрель. Мен 7-ші блокқа келдім. 7-ші блок деген ол біздің ең көп уақытымыз өткен блок. Аяқта extension. И мына жақта мен өзім шкафымнан ескі кітаптарды алып тапсырайын деп жатырмын. Осындай шкафтар бар. Целый бір коридорда алатын. Менікі мынау шкаф болды. Шеттегі қазір карантин кезінде қалып қойған кітаптар бар ішінде. 2-ші курста, получается, алған кітаптарымды қазір тапсырам. Көрейік ішінде болып жатыр екен. В общем, бұның ішінде кітаптар. Дофига 4 берген біреу. Солар. Вешалка киіміліп тұратын еді жерде. Потом маркерлер, бір нәрселер бар екен. Степлер бар. Сол кезде, в общем, А4 мен көп жұмыс істеймін деп ойлап отқан кезде ғой, походу. Осы енді қазір кітаптарды алып, кітапханадағы неге тапсырам? Кітапханаға тапсырам, в общем. Так, бүгін 24 сәуір. Мен үйде файлдарға дайындалып сабақ оқып отырмын. Мый дейтін де ондай қатты жақсы жұмыс істеп жатқан жоқ. Бірақ енді соңғы күштерді салып отырып деп па. Орнын шамалы көрсетіп жіберейін. Так, мына жақта не қосылып тұр? 50 минут сабақ оқып 10 минут демалатын таймер қосылып тұр. Қазір
3 минуттан кейін бітеді. 3-ші сессия басталады. Так, мына жерде ноут. Өлең тыңдап отырмын брейкта. Дейді, в общем. Одан кейін аяқта дәптер, мышка, и мына аяқта сабақ оқитын дәптер. И мына жақта андай distraction ой келген кезде, мен походу микрофон жауып тұрмын. Distraction ой келген кезде мына аяққа жазып қоясың. Қазір осыларды жасаймын деген сияқты, и брейкта соларды жасайсың. Сол ой келді жаңа влог түсіріп тастау дейтін. Влогқа тағы бір үздік осындай. Graduationға примерно 45 күндей қалды. Түрім осындай. Так, еще шашымды өсірем ба дейтін идея кетіп отыр. Білмеймін, қаншалықты өсем ба, өспей ме. Оған дейін полностью артқа қойып қоятын ба бір прическа жасағым келіп отыр. Деп тұрады. Ол үшін еще жұқарту керек шашты. В общем, шаштаразға барып түнмен сөйлесу керек болып отыр. Все, таймер бітті. Мен кеттім сабақ оқуға. В общем, мына суреттің тәпсірі, енді видео түсіріп кеткен ба. В общем, аспанның несі, оттенкісі, анау отражениясы суға түсіп тұр да. Су қандай болып тұр деп шайып кеткен ба. Қандай болып тұр деп ба. Ботанический садта 6-дан 11-ге дейін осы жігіттер әлі өлең айтады күнде. Кайф болып тұр. Мен тәп-тәтті дені заттар алып алдым. Қазір үйге барамыз, ауырса жасаймыз. Әлі жарты сағаттай бар. Прям закатта кайф болып тұр. Часто, безотказных страстей, здрасте, меняем краски счастья раздень. Это ли несчастье, но душа летела над лужами. Я не апреля простужен был твоим смертельным оружием. Ведь на сам я себя убил. Душа летела над лужами. Я не апреля простужен был твоим смертельным оружием. Ведь на сам я себя убил. Ты безотказных страстей, здрасте. Холодный дождь откуда-то гаснет. Иди под зонт и руку возьми. Давай вернемся хотя бы до 8. Но город сник, ног и настиг. Этот час дымок и настиг. Здрасте, здрасте. Это не счастье, но душа летела над лужами. Не апреля простужен был. Атымды қару, сені көрген кезде уақыт тоқтай, көрмесем өтеді жай зымырай, өтер сөзімді жасыра алмай, жалған жүрек кеудеме сыймай. Мен сені сүйемін, мен сені Йоу, бәріне сәлем. Тағы да. Бүгін 28 апрель. Ой, 29 пятница. Кеше файнал тапсырдым. Неден Астродан и бүгін экономика тапсырдым. Прям нереально аз алдым по идее. Еще бүгін Graduation Project'ın бірінші драфтын тапсыру керек. Сағат қазір примерно 8-ден кетті. Қазір ауыз ашуға баратырмын, содан кейін универге барып 12-дегі дедлайнды түнгі 10-да бастаймыз бұйырса. Ну, так и живем деп.
Одан кейін алдағы бір аптада, ну, получается, келесі апта, пятница, түскі 2-де бізде уже презентация болу керек. Менің graduation project'тің. Оған дейін менде примерно 6 дедлайн бар. Осылай, еще бүгін файналдан кейін 11-де ұйықтап, 4-те тұрдым примерно. Сол үшін вообще басым ауырып, мұрнынан су ағып, короче, гайморит шығып деген сияқты. Сондай движняктар болып кетті. Сол үшін шамал өйстіп настроение көтеріп алайық. Қазір жігіттермен ауыз ашып. Сосын бұйырса түнге дейін до ночи, до крови жазып тастаймыз. Көшеде видео жазу нереально кринжово. Сол үшін адамдар ең аз жүретін жолдармен жүресің да. Еще қатты сөйлемейсің. Қатты сөйлесең андай айқайлап жатқан сияқты болып кетесің. Дауысын шығармасаң тоже видеоға естілмейді дегендей ғой. Білмеймін, көреміз енді монтажда қалай болатынын. Күнде келмейді, түнде де келмейді олар, көктемді көрмейді, үміт ілінбейді. Пока әнімнің қанаты жоғатты, сені алысқа алып кетем, мүмкін ертең, бүгін ертең. Бір қала екеумізге, күн батар терезеңнен сығала. 30 сәуір, сағат 11 болып жатыр. Мен коворкингта жүрмін. Жаза робот сияқты әңгіме. Жизнь қосу керек шамал видеоға. Хей-йоу, достар! Білмеймін, пока что өйтіп сөйлеуге. Осында 2 секунд қана жетті. Ондай энергиямен сөйлеуге. Мына жерде отырмын. Final project жасап отырмын. Бір курстан. Сол алдағы ертең он дедлайна. Потом понедельник тағы бір дедлайн. Потом четверг репорт. И пятница final presentation. Сонымен бұйырса сабақтар бітеді. А пока посмотрите, как я чалю. Сижу и чалю. Іздейін болсаң мені, үнсізді қаласаң. Құтқарып алшы мені, сезіндірші бұл сезімді, жалатып жанымды, құшақтап алшы мені, оятшы оянамай жүрген сенімді. Лоб новый, короче, андай. Пешеходный жол істеп қойған да. Кайф болып тұр прям. Just my универ, just my универ. Так, дала жел болып тұр. Білмеймін даусым қалай естілетінін, бірақ мен айтам маған бәрібір. Тұран көшесінің бойымен келе жатырмын. Универден коворкингке бара жатырмын. Примерно бүгінгі 1 май соңғы ауызшарға 1 сағат 15 минут қалды примерно. Ана алда 2 кісі келе жатыр. Бірақ маған пофиг. Я постараюсь не істеуге. Дальше сөйлей беруге. Жалпы вообще мындай влог форматта адамдар неге түсіреді видеоны? Өйткені
мысалға сенде бір әңгіме болады да, бірақ қасындағы адамның уақытын и вниманиясын алғың келмейді ол әңгіменің. Сол үшін келесің да осылай өзіңді видеоға түсіресің. Обычно олай жасайды адамдар, когда там travel жасайды или там новый какой-то experience. Ну, білмеймін, мен университетті бірінші рет бітіріп жатырмын. Сол үшін ойладым, қызық болатын шығар осылай түсірген деп. Но көшеде, ну, мен үйде де өзімді видеоға түсіргенде қатты бір комфортно сезінбейтін, бірақ далада түсірген кезде вообще кринжи. Примерно 3 сабақтан дедлайн қалды. Сол үшеуінің, сол 3 группаның үшеуінде де ма? Я сол 3 группаның үшеуінде де біз бірге курс алып атқан Али Далаш деген жігіт келе жатыр қазір. Ол Бурабайда жұмыс істейді. Қазір келеді. Пойыздан түсті, қазір келеді тоже коворкингқа. И камерамен бүйтіп қолымды созып жүрген кезде қолым қалып қалады екен тоже. Один из пунктов жизни влогера дейсің ғой. Еще андай влог түсіретін кезде всегда шашын жуып жүресің. Сіздер байқадыңыздар ма? Бүкіл смол супермаркеттері үлкен дейтінше. Сондай сияқты ана байды. Кішкентай смол көрген жоқпын мен. Бүкіл смолдар прям huge, gigantic. Осы жылдың басынан, январь оқиғалары болған кезде, қаңтар оқиғасы болған кезде, итакта интернетке доступ өшіп қалды ғой. Сол кезде Инстаграмнан шығып едім 1 январдан бастап. И солдан кейін где-то бір 6-7 рет қана кірдім. По нужде бір нәрсе қарау керек кезде өз аккаунтымнан қарау керек болды. То есть біреудің аккаунтын сұрауға западу болды ол үшін. Негізі Рамазанда вообще керек жоқ Инстаграмға. И вообще Инстаграмның приколы. Қазір посттар уже ондай қызық емес. И адамдар сторис салады, и сторис қарайды да. По сути, не ғой это? Қатысы болады. Кішкентай влогтар деп айтуға болады, или влогты үлкен сторис деп айтуға болады сияқты. Сол үшін мен сол 4 ай бойы салмаған стористарымды, даже мен сол 4 айға дейінде где-то жаздан бері вообще қатты бір сторис салған жоқпын. Получается, сол шықпай қалған стористардың бәрі жиналып шығып жатыр. Еще андай да прикол бар. Білмеймін, қосам ба блокқа деп. Когда я типа бір нәрсе істемеймін деп өзіме істеген кезде, или біреуге, блин, мынаны не үшін істеп жүрсің деп айтқан кезде, өзім соның бетерін жасап кетемін ше, типа сабақты не үшін көшіресің дейсің да. Потом бір андай ағашский курс аласың, который, көшіруден вообще басқа выход жоқ ше. И там, типа, көріш та болмайды, и бәрі көшіреді. Білмеймін, это не оправдание, көшіру деген қате. Жалпы деймін да, сондай болады өмірімде. Наблюдениедан байқаймын. И андай да, біреулерге, типа, сторис түсірме деймін да, сен өмірің кімге керек, типа, вообще, да, реально. Сен тамақ жегенін, қай жерге барғанын, қандай қуанышты или настроениен түсіп атқанын, по идее, ешкімге керек емес, по сути. Деймін да, бірақ өзім осылай қалай көшеде кетіп баратқанымды түсіремін. Сондай мысль бар деп шан, бүкіл мысльдерін айтып отырсың. Андайды заметил еще, что істеген кезде, файнал, шмайналдар кезінде үйде или бір жерде жатып қалсаң, короче, қиын екен. Мысалға, даже андай период болады ғой, бір көктемде, когда сен не істейсің да, типа
далада тоже жылып кетеді, бірақ үй жылмай қалады да. И біртүрлі үйде жатып тоңып қалатын ше. И андай үйде вообще уют болмай кетеді да. Айтқым келгені, типа, если бір нәрсе болмай жатса, екі нәрсе істеген всегда плюсқа шығаратын сияқты. Біреуі ол жуыну дейді, біреу күшті айтады, если ты грустишь, лучше грустить чистым дейді да. Таза болып отырып жылаған күшті да андай. Сосын екіншісі, далаға шығып келсең, дала дейтін шамаландай ғой, басқа адамдарды көресің, что бүкіл әлемнің ішінде сенің жаңағы бір проблемаң ғана емес, басқа да проблемалар бар деген сияқты ше. Батса. Айт қабыл болсын. намазы. Бүгін 2 май, короче. Айт намазы. В общем, Нұрастанаға бара жатып, байқамай бір ағаның машинасына, магазинде ойдар ғой, машинасына мініп Әзірет Сұлтанға кетіп қалдық. Адамдар. Сол, в общем, айт қабыл болсын бәріне, айт мерекесі құтты болсын. Үйге қайтып бара жатырмық. Таксиде отырмыз, короче. Неше, Uberға қанша шықты, Әлеке? Яғни бүкіл информацияны тығып жатырмын, короче, қандай информация бар? 840 шықты. Тава температурасын айтчегім. Әзірет Сұлтаннан. 10 Астана уақыты бойынша 07:42. Ауа температурасы Цельсиус бойынша плюс 10. Өзім түсіріп жатырмын өзімді. 0-ден жоғайды айтасың үшінші соңында. 0-ден жоғары. Политика андай емес. Өзім туралы айтамын дейсіз ба? Так, бүгін 2 май 19-14 IQ тиммен Ораза айт жасап отырмық. Ораза айт еще по совместительству 7 май. Туған күні IQ-дың сосын. Да. Еще IQ-дың туған, еще Ахнұрдың. Еще понедельник. Ағжан деген новый. Қазақша үн жүрегімде, қазақша мұң көңілімде, қазақша сыр қиялымда, қазақша жыр мінезімде, қазақы қыр болмысында, қазақы По дедлайнам апдейт жасамаған сияқтымын мен. В общем, бізде ML-дың дедлайны болған бүгін бізде 20% final project'ті. Соны 2 күнге экстенд жасап тастады. В общем, 4 тапсырамыз. Среда күні біз енді ML-да играть project тапсырамыз. И пятница күні презентацияны қорғаймыз. Ну, бүгін понедельник. Білмеймін, вообще оңай, ну, имеется в виду комплекс нәрсе, по идее, отырып істеу керек, бірақ осындай қыдырыс, шымылдырыс болады. Ну, блогта тек қанандай есіме түскен моменттерді и сондай андай жарқын моменттерді саласың ғой, типа сабақ қиналып емес енді, андай фокуста, лапкада сабақ оқып отырғанды салмайсың. Вот, мен бүкіл влог деген не деген түсіндірумен өтетін сияқты. Типа, просто андай нәрсе бар. Бір нәрсе істеген кезде, соған өзін определение берген келеді да. Типа, мен влогты осылай түсінем, и осылай істеймін деген сияқты. И ана адам қарады жаныма. Прикол, адамдардың арасында видео түсірген. Вообще, кринжи. Өйткені, вообще,
әлі Қазақстанда да ондай культура қатты дамымаған сияқты. И то мен рандом түсіріп жатырмын ғой, типа иностранец болсам екен астынан типа қыдырып жүрген деген сияқты. Ну хотя ол өзімнің миымдағы триггерс. Басында. Короче, біз аяқта çalışып жатырық. Мен блог түсіріп жатырмын ғой ютубқа. Серьезно? Әли келді, мен Әли екеуміз çalışып жатырық. Имам мен көрсетіп. Әли мороженое алып келді. Болды, осыдан кейін көрсетпеймін. Әли мороженое алып келді, короче. Кайф. Андай джем салсаң, короче, кайф болады дейді. И мына джемді, короче, холодильникке салмаңдар дейді, қатып қалады дейді. Сол бүгін 3 май уже арғыны град project тапсыру керек. Соңғы күні істеп жатырық енді. Не? Чисто қазақ бәйіске дейін бе қандай ход. Қазір нені көрсетемін, солды көрсетемін. Осындай, короче. Мегіне көрсетем, меге салған көрсетші. Не істеп жатырсың сен? Дедлайн жасап жатырмын. Бүйтіп бағасымен, бүйтіп фук-фук. Сенсорларды талыстырып жатырсың ба? Инчтан сантиметрге аударып жатырмын, Амазоннан қарап мындай товарларды. Какой-то дебильный Айбектің проекті. Не, что за проект вообще? Бағасымен дейді, бағасымен тек Амазоннан таптым әрі. Специально строительныйлері сатып көрсетпейді. Кайф просто. Жергілікті өнім, әлемдік масштаб басқаша болмайды. Оңай болса ішіп пысады, сондай табиғатым. Түбіне дейін қылдырап, оянып жазған хатым. Өзгеге сенбеймін, бой бар жоғын тексермесем батып көзім. Жеткізбесем көзімді дегендей. Өйткені жұрт айта береді, оның көбісі еріншек дегендей. Десем өзіме тиет, бірақ қайтейін. Драма queen болғалы тұрған ешкім жоқ, бірақ қара. Айырып білетін адам азық пен қараны. Тартсаң ерет, дайын түршіктер, қуыршақ саналар. Берілбеге өмір өзен, қайтайсың басқаларды. Тек қана бір рет өмір сүресің, бұл сөзді қалай түсінесің? Қандай? Типа graduationға бірнеше күн қалды деп ше? 39 күн қалды. Бүгін, короче, біз корнерда отырмыз. Бәкемен. Короче, қазір дедлайн жасаймыз. Корнерді көрсетейік. Мынандай біздің асхана. Қимадым қоштасқанда жанарыңды, мұң шалдау сол бір сәтте қабағымды. Түбінен жүрегімнің тулап шығып, бір өксік жұлмалады тамағымды. Insert the grades and then I will post your grades on Moodle. Hopefully by the end of the day, you will know the results. Then regarding your final reports, also I will distribute them to the faculty members so they can give me the grades. And then by next Wednesday you will know them. Because we have to submit them to the registrar by Wednesday, so we don't have that much time. And I guess that's it. You guys, well done, amazing work, beautiful presentation. Really be proud and happy that we are all finally back to offline mode, and it really feels great because we can see printed robots, we can see not simulators, simulations like it was last year, but we can see real hardware, and so it's really like robotics engineers supposed to do and supposed to have graduation projects. So it's great to have this back. And I really hope that you enjoy your graduation projects. You are satisfied with what you managed to achieve. I'm sure all of you could have done it a little bit better. Something could have been done in a different way, but it's okay. It's a part of the learning process. It's a part of, I think, any engineering. So the best way is that you're graduating finally. And this is time to celebrate and enjoy. Do you
really happy to see him. So, alumni of robotics engineers is really not just a word. I think we should all support each other. You should all support each other. And this is the network. Hopefully we managed to do some networking this semester because online semesters weren't really good for networking. But hopefully we still did manage to enjoy the last semester with you as the real students. Okay, I'm really happy and to congratulate you. Well done. Thank you. Мен, короче, YouTube-ға влог түсіріп жатырмын. Қош? I remember that. Бүгін неше? 6 май. Мен соңғы презентацияны тапсырдым. Жұма болған, наурыз болған, балалармен короче қууға баратырық біз. Мамырға баратырық біз. You gotta try chicken mix. В общем, мамыр дейтін жерден chicken жеп жатырмын. Мен не үшін түсіріп жатырмын? Короче, мен түсір. А? Не, мен ноутты оставил. Вот мен түсірші, мен ана қазір Каспиймен ашайыншы ана жерде. Мен, короче, бітіріп баратырмын, и ана турникет тұр бізде шығатын. Сол қуып кетті, короче, и мен Каспиймен ашып жатыр. Қазір, короче, көреміз тағы. Мына жер шекті. Аню турникет. There you go, baby. What the fuck? Suratlar etsin diyor. What the fuck was that? What was that? Контент, короче, осындай болады контент дейтін е, ютуберлар дейсің. Бөлінуде жолдар торабы, тілектерін жолдап тұр әні. Жүрек соғады, сенде бұраным әрдайым биік тұрады. Лицей, бізде бәлкім тарих болып қаламыз, үзілмейтін байланыс арамыз. Себебі жүреміз бірге, өзіңді үнемі іздеп өшпейсің жүрегіміз сен. Айтылған асыл сөздерден қаншасы шабыттанды, қоғамдық іс-шаралар ашып берді жабық жанды. Сенімді достарында пайда болады осында, тәлім мен тағылымның ұштары келіп қосылған. Ақ пен қараны бізге үйреткен әрдайым, рахмет ағамыз сізге. Шумақтар арнайы, қандай мәселе болмасын, әби созды көмек қолын. Біз жолаушы лицей бағдар көрсететін нұсқап жолды. Айғада бір қос керек, алмастырар күндей, жай ғана бір дос деме, бізді жақтан білмей. Алыстау мен арамызда шақырымдар қалуда, бірақ жанымдағы сыныптастар жақынырақ бауырдан. Сақталат санамызда мәңгі, енді қосыл жүректен шыққан шынайы әнге мендік. Білім инновация лицей боп сәнге ендік, мақтанышпен айта аламын бұл біздің лицей. Бөлінуде жолдар торабы, тілектерін жолдап тұр әнін. Жүрек соғады, сенде бұраным әрдайым биік тұрады. Лицей, бізде бәлкім тарих